Мен жаңағы отта мен электр Ай, не істеп жатсыңдар? Мынаусын телефонда. Сен не істеп отырсың, балам? Әйтеуір сабағыңа қатысты бір нәрсе ма? Сабақта төтенше жағдай мамандары өрт қауіпсіздіктерін түсіндіріп жатыр. Соны көріп отырмын, анашым. Кәне не дейді екен? Басынан қойшы. өрт туындаған жағдайда ең бірінші 110 нөміріне немесе 112 нөміріне хабарласып. Тоба! Өзі балаға берілетін 20 минуттық сабаққа әкесі қараш болмайтын бір нәрселерді қосып қойды. Қай-қайдағы нәрселер? Ошақтарыңа абай болыңдар, өрт қауіпсіздігін сақтаңдар дейді. Құдай сақтасын сол. 10 жылдан бері тұрған ошақ қойып бірдеңе боларын дейсің ба? Өзі де мый ашып жүрген балалардың миын ашып бітірді бұлар ше. Ой, Анашым, я. анашым, мына жерде артық ағаштар болмау керек қой. Мына пештен бір шоқ түссе, мына жерге өртеніп кетуі мүмкін. Оның үстіне мына жерде, мына жандарда ағаш. Бұл жерде негізі темір болған дұрыс еді ғой. Тө, балам. Бүгін саған не болды? Бұндай нәрсенің барлығын бар, әкеңе айт. Әкеңнің жұмысы ғой. Бар. Әке, ошақтың жақтауындағы ағаштарды темірге ауыстырайық. Бопты кейін жасаймыз балам. Әке, өрт қауіпсіздігін сақтайық та. Бопты жарайды балам, қош. Мен бір ұйықтаудан кейін істейміз, жарай ма? Бопты. Алло, пожарный, өрт шықты, өрт. Тез жетіңіздер. Жағдайыңыз қалай? Барлығы дұрыс па? Бүгін міне ұлдарыңыз өрт қауіпсіздік ережелерін жете сақтап, өмірлеріңіздің аман қалуына бірден бір септігін тиді. Анасын да өзіңіз де аман алып қалып отыр. Бәрекелді балам, біз семен мақтанамыз. Онлайн сабағыңның көп көмегі тиді. Сіздерге көп рахмет. Бұдан кейін өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтап, мұқият боламыз. Өмірлеріңізді аман алып қалуына септігін тигізген үшін төтенше жағдайлар департаментінің атынан ұлдарыңызға алғыс білдіреміз.